енді ауырып айтып келмейді дейді ғой. Сондай белім деп жүріп, белім емес, простатиттің аденомасын өтіп кеттім. Сразу үшін 2 айдан кейін жаңағы несін бәрін алғаннан кейін злокачественный 4-ші стадия берді маған. Сол енді өмірде ауырып көрмеген, жаңағы врачтан барып сұраймын ғой. Енді бұның бір добрый болады, злой болады, қандай бұл не? Ой аға, сіз не айтып отырсыз дейді. Енді өміріңіздің бәрі химиямен өтеді, мынандай 200 пса деген қуық асты безі страшно сіңіп кеткен ғой, жаман болып кеткен. Одан тарап кеткен жаңа аденома. Сонымен сөйтіп айтты, болып все деді. Одан кейін балам қасымда тұрған мен бұрылдым да кеттім, не дейміз енді оған. Сөйтіп енді өзім жергілікті жеріме Таразға барып, сол жерге барған жоқпын, сөйлесіп едік, ертең келсін консилиумға түсерсін. Ол жаққа бардық, жетіп едім, мына жақта жөнді болмады, мына институтта маған сөйтіп айтты, мына Абайдың қолында. Sonra Таразда 6 ай химия алдым, ол кісілер айтты, сүйекке шаппаған деді, аға, емдейміз деді. Жақсы болады, қазір мына химиямен жинап алсақ, қазір шашылып кеткен ғой. Соны жинап алсақ, сосын операцияға жібереміз деді. Жарайды, не істейсің енді, өмір ондай бере не істемеген, өздеріңіз білесіздер, бұндай ауырып естісең, бір жағы дүк деп тұрады, бір жағы өзін успокоить етуің керек, енді ең главный не өзің мекенді ойламау керек екен. Сонда ай сайын бір рет енді өте күшті химияны берді. 4-ші айда 4-ші немді алып, мен аны Жан Ахмадиевті көп тыңдаймын. Білмеймін, әйтеуір көңілім соған алып тұратын. Соны жатып төсекке жатып қарап қалдым да, ойбай осындай. Бұл енді реклама емес, өстіп мен анамды емдеттім. Жақсы магний водород деген өнім шығып жатыр деді. Мен сіздерге бір маған үшін аны 4 күнге 5 күн жатам жаңағы химия алу үшін. Аламда қайтадан Алматыға тарттым. Келдім, ертесіне келіп, осы жерді тауып алдым ғой. Сөйтіп осы 3-ші этажға кіріп, көргенімін алдымызда Сәуле ханым жатыр, Құдай өзі беріп тұр екен маған. Самат мырза айтып. Сөйтіп сол жерден осы кісілерден өнімді алдым, бірінші өнімді. Уақыт жоқ қой менде, басқа ешнәрсе. Енді есілдерді ананы ішіп, тезірек емделу керек. Басқа ешнәрсе ойлауым қажет жоқ. Содан не керек? Жаңбырды білетін үйге жете алмадым, жолда қызым үйіне барып әбет іштім. Ал енді сол жерде бұл жерге келгенім, ырсылдап 200 метрден кейін астма, отдышка да, жүре алмаймын осы. Химия деген өздеріңіз білесіздер, Құдай бетін Аллах сынауын көрсетпесін ешкімге. Әбетте ішіп алдым, бір кешкісін үйге барып тамақтан кейін. Ертесін мен кешегі нұрман емеспін. Тауға барайын деп тұрмын. Сіздердің енді өтірік айтып не керек маған? Өзімнің таза испытаниям. Ертесіне мен тауға баратындай болып тұрдым ғой, ойпырай деп. Есіктің алдына шығам, мынау мен бе, мен емеспін ба? Бір нәрсені алып деп уақытта жібергім келіп тұр ғой, былайда. Күш көп, кешегі нелер жоқ ешқандай. Вообще ауырып емеспін. Міне Алла екінші осы магний водородтың арқасында осындай дәрежеге жеттім. Сол 5-ші химия барғанда маған айтты ғой, аға дейді, не болып қалды, зәрем ғой, тағы бір нәрсе болып қалды ма деп. Сөйтсем, сіздің анализіңіз бәрі жақсы, мен сізге химия бермеймін деді.